сабағымызды бастаймыз. Әліпби туралы тақырыптарымыз бар? Иә. Қанекей, бәріміз бірге бастаймыз. Мектепте бас болған әліпби ғылым ағасы, әліпбиден басталған даналықтың данасы, мектебін мақпасын, осында ойын тұрасын, тардай болып келсін, таудай болып шығасың. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бүгінгі әліпби сабағымызды жақсы көңіл күймен бастаймыз. Балалар, алдымен сабағымыздың ережесін қайталап есімізге түсіріп алайық, жақсы ма? Зейінімізді сабаққа аударамыз. Жақсы ма? Сабақты мұқият, тыныш тыңдап, сұрақтарға жауап беріп белсенді қатысамыз. Жақсы ма? Артық сөйлеуге болмайды. Жақсы ма? Қолымызды партаға қойып, басымызды көтеріп, кеудемізді көтеріп, тыныш отырамыз. Жақсы, балалар. Балалар, бүгін біз тақырыбын білуіміз үшін мен сендерге жұмбақ жасырайын, жұмбақтың шешуін тауып көріңдер сендер. Жаңада жоқ, ескіде бар. Танада жоқ, ешкіде бар. Ол не? Әріпі, балалар. Жақсы, жарайсыңдар. Жаңада жоқ, жаңа деген сөзде к әріпі жоқ, иә? Ал ескіде бар. Ескі деген сөзде к әріпі бар ма? Бар. Танада жоқ дейді. Тана деген сөзде к әріпін естіп тұрмыз ба? Тана деген сөзде жоқ, естіп тұрған жоқпыз, иә? Ешкі деген сөзде к әріпін естіп тұрмыз ба? Естіп тұрмыз. Бұл жұмбақтың шешуі к әріпі екен. Балалар, ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы к дыбысы және әріпі. Тау. Балалар, мұқият тақтаға қарай. Айтамыз бәріміз. К. 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 К емес, балалар. К. К. Жақсы. Балалар, айтқан кезде аузымыздан кедергіге ұшырап шығып тұр ма? Жоқ. Қандай болып тұр? Жоқ, кедергімен шыға ма, кедергісіз шыға ма? Қандаймен шығады? Қарақат кедергіге ұшырап шыға ма? Кедергіге ұшырап шығады. Айтқан кезде аузымыздан кедергіге ұшырап шығатын әріптерді қандай дыбыстар деп айтамыз? Дауыссыз дыбыс. Балалар, к әріпі, к дыбысы ендеше дауыссыз дыбысқа жатады. Жақсы ма? К дыбысы дауыссыз дыбыс. Жақсы ма? Енді к дыбысынан басталатын сөздермен танысайық. Көл, кесе, кит, көбелек, көктем, киіз үй, көкнәр, көктікен. Жақсы, балалар. Балалар, к дыбысы сөздің басында да, сөздің ортасында да, және сөздің соңында да келе береді. Есімізде сақтаймыз, жақсы ма? Мысалғы, еңкі, терек. Балалар, көл деген сөзде к дыбысы сөздің қай жерінде? Бірінші. Бексұлтан айта ғой. Көл деген сөзде к дыбысы қай жерінде? Бірінші, келіп тұр, жақсы. Кесе деген сөзде ше, Фаруқ. Мұқият бәріміз қараймыз, жақсы ма? Бірінші к әріпінің үлкен әріпін жазып көрсетеміз, жақсы ма? К әріпінің үлкен әріпі. Енді к әріпінің кіші әріпі. К әріпінің, балалар, Қ әрпіне ұқсайды. Білім баспалдағын сызып қойдым. Бірінші баспалдақта не істейтін едік біз? К дыбысы туралы не істейміз? Білеміз. Екінші баспалдақта таңбалануын біліп оқимыз. Жақсы қарақат. Үшіншісінде таңбалануын біліп көркем
жазамыз. Төртіншісінде дыбыстық талдау жасаймыз. Содан кейін келесі не істейміз? Ау? Қақпақтардан к дыбысын, к әрпін жасап көрсетеміз. Жарайсыңдар. Ендеше балалар, кітабымыздың 56-57 бетіне назар аударамыз. К әрпін оқимыз, жақсы ма? Қолымызды дайындаймыз. Қолымызды. Мен оқимын, сендер қайталайсыңдар, жақсы ма? Бастаймыз, Нұрали. 56-шы беттегі күлгеннің ішінде бет жазуды оқимыз, жақсы ма? Дайынбыз ба бәріміз? Дайынбыз, жақсы. Бастаймыз, қарақат. Кешен, қайтадан басынан бастаймыз балалар. Кешен, астындағы балалар мәтінді оқимыз. Тақырыптан бастаймыз, жақсы ма? Дайынбыз ба? Дайынбыз. Бастаймыз. Кеме, анау, кеме, ол, суда, тұр, кеме, үлкен, айдын, Айдын қиды. Қыдыруды, армандайды, оны алыс, аралдар, қызықтырады. Қайтадан басына бастаймыз тақырыптан. Кеме, анау, кеме, ол, суда, тұр, кеме, үлкен. Тыңдап отырамыз, жақсы ма? Бастаймыз тақырыптан. Анау, кеме, ол, тұр, кеме, үлкен. Келесі астындағы. Айдын, кеме, жақсы. Үшінші қатар келесі 57-ші беттегі қарамен жазылған сөздерді оқимыз. Бірінші, екінші қатарлар тыңдаймыз, жақсы ма? Бастаймыз.
сөз керемет. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Келесі. Балалар, бәріміз бері қараймыз. Біз К дыбысы туралы білдік па? Білдік. К дыбысы қандай дыбыс еді? Дауыссыз дыбыс екенін білдік, иә? Жақсы. К дыбысынан басталатын сөздерді білдік па? Білдік. Бірінші сатыдан бәріміз өттік па? Екінші саты. К дыбысының таңбасымен таныстық па? Таныстық. Бәріміз оқыдық па? Оқыдық. Екінші қатар. Кішкене сендердің дауыстарың естілмеді. Жақсы ма? Ермектарын, Бекарыс және Бексұлтан. Үшеуміз кішкене тағырап көбірек жұмыс жасауымыз қажет, иә? Ал үшінші топта Арын, сен дауысың мен естімедім, жақсы ма? Біз төртеуміз кішкене көбірек жұмыс жасаймыз енді келесі сабақта, жақсы ма? Екінші сатыдан өттік па? Екінші сатыға шықтық па? Шықтық. Енді балалар, үшінші баспалдақтан не істедік біз? Бәріміз дәптерімізді ашамыз. К әрпін ашамыз. Дәптерімізді ашамыз. К әрпін аштық па бәріміз балалар? Аштық, иә? Бәріміз алдымен оқия. Аштық па бәріміз, иә? Ашсақ, бәріміз алдымен оқия тақтаға қараймыз. Мен К әрпін жазып көрсетемін, жақсы ма? Біз К әрпін кітаптан оқығанда қандай әріп жазып тұрады? Баспа әрпі жазып тұрады, жақсы ма? Біз дәптерге жазғанда осындай күнді жазамыз ба? Жоқ. Қандай әрпін жазамыз? Жазбаша түрін жазамыз, жақсы балалар. Мынау балалар К әрпінің баспа түрі, иә? Кітапта жазылатын түрі. Кітапта біз осындай күні оқимыз, иә? Ал жазған кезде біз балалар, жазған кезде К әрпінің жазбаша түрін жазады екенбіз. Жақсы ма? Қазір мен сендерге К әрпінің жазылуын көрсететін боламыз. Бәріміз мұқият тақтаға қараймыз. Бірінші үлкен әрпін жазған кезде балалар. Жолдың, иә? Жоғар жағынан бастаймыз. К әрпі, мына. Жоғар жағынан бастаймыз. Түсінікті? Келесі К-нің кішкентай әрпі. Қандай әріпке ұқсайды, балалар? Х әрпіне ұқсайды. Айбымағы ода мынандай хортчик жоқ. Жақсы. Енді бәріміз дәптеріміздегі К әрпін көркем, әдемі етіп жазамыз. Бастаймыз. Балалар жазып жатқанда қалай отыратын еді? Дәптерімізді сәл қиғаш қоямыз, иә? Басымызды көтеріп жазамыз. Балалар, дыбыстық талдауды барлығын ой
жарайсыңдар. Енді иә, күшті жасадыңдар. Карточкаларымызды жинап қоямыз. Иә? Енді кішкамызды аламыз. Ешінші сатыға көтерілдік балалар. Қаншасыншы? Ешінші саты? Төртінші сатыға көтерілдік. Барлығымыз дыбыстық талдауды жақсы жасадық, жарайсыңдар. Енді келесі бесінші сатыға көтерілу үшін не істейміз? жасаймыз. Ал? К жасаймыз. К әрпін жасаймыз. Жақсы ма? Қақпақтарымыз дайын ба бәрімізде? Болды. К әрпін қақпақтармен жасап көрсетеміз. К әрпін қақпақтармен жасап көрсетеміз. Қақпақтармен К әрпін жасап көрсетеміз. Ойбай. К'дан мындай. Басқа түрін жасаймыз. Оқылуын, иә? Апай беріп істедім. Жарайсың. Жақсы жарайсың. Әрпін қақпақтармен жасап көрсетіп, нешінші сатыға шықтық балалар? Бесінші сатыға шықтық балалар. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсатына қолымыз жеткіздік па? Дыбысы және әрпімен таныстық, таңбасын таныдық, оқып үйрендік, көркем жаза алдық. Балалар, бүгін сабақта барлығын жақсы жұмыс жасадыңдар. Өте жақсы. Сабақ аяқталды. Осымен балалар келесі сабаққа дайындаламыз.